Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Жәнібек Әлімханұлыдан күтпеген жаңалық жетті. Жаңа кездесуге ол жаңа бапкермен дайындықты бастапты. Бұдан былай Қазақстан американдық маман Брайан Вилориямен дайындалады. Бүгін Жәнібек инстаграмында жаңа бапкер, жаңа серпін, жаңа деңгей Брайан Вилориямен жұмысты бастадық деп пост қалдырды. Таңғалғанымыз рас, Бади Магеттен неге бас тартты екен? Чемпиондық деңгейге жеткізген, Америкадағы алғашқы күндерден бастап профи бокстың қыр-сырын үйреткен, одан қалды әкесіндей болып кеткен мамамен байланыс үзуге не себеп болды екен? Әзірге бұл жұмбақ. Брайан әуесқой бокста да, кәсіпқой бокста да әлем чемпионы болған. Кәсіпқой бокста 4 дүркін әлем чемпионы атанған, 2 салмақта чемпион болған, 2 чемпиондық титулы жеңімпаз бар. Мықты мамамен қазақ стилін ары қарай шыңдауды бастадық. Алла берекелі етсін дейді. Әлімханұлы жаңа маманмен таныстыруда. Шындығында бұл Гавай аралдарының өкілі 1999 жылы ақштың Хьюстон қаласында өткен әлем чемпионатында алтыннан алқа тағынған. Финалда танымал Майкро Ромероны ұтты. Бұл әлем чемпионатын білетін шығарсыздар. Болат Жұмаділов ағамыз әлем чемпион атанған болатын, ал Ермахан Ибраимов қола медаль иеленген. Вилория профи бокста да толығай табысқа қол жеткізген. Минималды салмақ пен аса жеңіл салмақтарда әлем чемпионы атанды. Бір сөзбен мықты мансап жасады. Ендігі жерде бапкерлік мансабын жалғастырып жатыр. Жәнібекті бұл бапкерді не қызықтырды екен? Вилорияның қандай профилерді дайындап шыққанын білмейді екенмін. Инстаграмына қарасақ, Усикпен түскен суреті бар. ММА жауынгерлерімен жұмысын байқадым. Ал оның жұмыс жасайтын залы Брайк Хаус боксинг клабта Дэвин Хейни арараста жұмыс жасайды екен. Міне бұл енді Жәнібектің жаңа үйі болады. Бокс мен бапкер арасында мен Бадиді айтып отырмын. Бір нәрсе дұрыс емес екендігін бұған дейінгі кездесуге дайындықта байқаған едік. Сол лагерде де Жәнібек осы салда жаттықта. Ал соңында Бади Магир Данияр Елеусіновпен бірге жұмыс жасай бастағанда қос қазақтың бір-бірімен бірге түскен суреттерін көрмедім. Магир те қазақтарды дайындаймын деген ақпарат шығармады. Бөлек суреттер салып жүрді. Жәнібек өз кезегінде Данияр туралы жақ ашпады, Данияр да ләм-мим демеді. Не болды екен бұл тандемге? Жалпы қазақта көпір үстінде ат ауыстырмайды деген мәтел бар. Жәнібек нағыз мансабының шыңына жеткенде бұлай жасағаны алаңдатады. Ары қарайғы өнер көрсетуіне кесірі тие ме деп қорқамыз. Бірақ бір жағынан екеуі ұзақ уақыт жұмыс істеді. Бір-бірінен жалыққанда шығар. Берер нәрселері таусылды ма екен? Қаржы мәселесінде талас туындады ма? Мұнда топ рангтың де қатысы болуы мүмкін. Жалпы биіктікке көтерілгенде төменнен алып шыққан тәлімгерді тастап кету де жақсы нәрсе емес. Енді жаңа бапкермен Әлімханұлда жаңа тыныс ашылса екен деген тілек бар. Жас маман қазақ стайлға креатив қоса алады деп сенеміз. Не де болса өзгеріс болар анық. Ал ол өзгеріс қай бағытта болады? Оны тек уақыт қана көрсетіп береді. Енді сөз соңында ертең кездесу туралы нақтырақ айтсақ жексенбінің таңындағысын Жан Касабутский туралы айтып отырмын. Қазақ боксшысы Америкада Эфе Аджагбамен бақ сынайды. Осы кездесу қарсаңында боксшылар бірінші рет көз түйістірді. Онда бәрі көңілді өтті. Бір-бірін көзбен жеп тұрған боксшыларды көрмедік. Аталмыш жекпе-жекті қазақ жанкүйерлері жексенбінің таңында хабар арнасынан көре алады. Басталуы 8:00-де. Жіберіп алмаңыздар. Бұл кездесудің жеңімпазы Энтони Джошуамен жекпе-жекке шығуға үміткер атанады деген едім. Ол жыл соңында белгіленген кездесу. Boxing.com сайтының тілшісі Эллиот Фостердің айтуынша Касабутский бұл сында фаворит. Өйткені Аджагбаға оның өз адамдары да қатты сенбей отыр дейді ол. Касабутский өте қауіпті көрінуде. Бұл туралы Арумның өзі айтты. Боб өз клиентіне сенбейтін секілді сезім пайда болды. Бір сөзінде қазақстандық жеңіске жету мүмкін дегенді де айтып қалды. Ал шын мәнінде Жанның қаншалықты мықты екендігін сараптау қиын. Оны біз күрделі қарсыластармен әлі көрген емеспіз. Демек ол нағыз жұмбақ. Егер Аджагбаны еш мәселесі өтетін болса, онда біз оның бойынан топтарға дайын боксшыны көреміз дейді Фостер. Соңғы рет Касабутский өткен жылдың қарашасында бокстасып жеңіліс білмеген неміс боксшысы Хусейн Мухаммед тұтқан болатын. Бұл біздің алыптың Америкадағы дебюті болмақ. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.